нұсқасынан бөлек сіздермен кішкене әңгіме айткым келіп тұрғаны бар. Енді көп қыздар жазады ғой маған шынымен де отношения туралы болсын, жаңа расставание туралы болсын, көп нәрселер қайғырып жүргендерін деген сияқты неше түрлі әңгіме айтады. Енді жалпы мен өзімнің кейбір принциптарым бар да былай отношенияға келген кезінде. Қараңыздар, сен өміріне келген жігіт либо отношения мысалы бастаған кезде, либо ол сені көтеруі мүмкін, либо сен өміріне келген адам сені төмен түсіріп тастауы мүмкін да. Екі вариант болады. Сен адамың болса, ол сені көтереді, сен адамың емес болса, сені түсіріп тастайды. Полный. И жалпы отношенияда чувство, эмоциядан бөлек сен өзіне деген уважениең выше болу керек. Чувство, эмоция, махаббат, потом сен өзіне деген уважениең мықты болса, сені тоже басқа адам сыйлайды деген сияқты ғой. Ал бізде қыздар қалай болады? Прям беріліп кетеді отношенияға. Қатты чувство, эмоциясын бек қойып, өзін кейінге қалдырып қояды да. И сен өмірінде, мен ойлаймын, ешқашан адамды жоғалтудан қорықпау керек. Сен өзіңді жоғалтып алудан қорқу керек сияқты. Сен өзіңді жоғалған моментте сен қасындағы адамның алдында абыройың ешқандай қалмайды. Бізде андай ғой, қыздар отношенияда мен көп байқасам, айтуларына қарағанда, сіздер өздеріңізді кәдімгідей жоғалтып алады екенсіздер. Жігітіңізге жағамын деп, мен сол үшін мынаны істеймін, ананы істеймін, сол арқылы мен оның қасында жақсы болып көрінемін деп, сіздер өздеріңізді жоғалтып аласыздар. И потом уже көздеріңіз бүйтіп розовочки шешілген кезде отырасыздар. Оказывается, мен ол үшін біраз нәрсе жасап тастаппын ғой. Ол мен үшін не жасады деген сияқты уже сіздер ол адамды кінәлай бастайсыздар да, бірақ сіздер өздеріңіз кінәламайсыздар. То, что сіздер өздеріңіздің уважениеңізді ол адам алдына түсіріп тастағаныңыз, чувство, эмоцияға қатты беріліп кеткеніңізді, өзіңізді оны ойламайсыз. Ну, лишь бы бірақ сол адам кінәлі деп уже өкпелі болып өмір сүріп кетесіз дальше. Сол үшін просто адам өміріңізден кетті ма, жай ғана жақсылап қоштасыңыз, ешқандай обида болмасын ол адамға, и сіздің өміріңізге Құдай одан да бір күшті бір нәрсе дайындап отыруы мүмкін. Және де бір нәрсені ұмытпайық, просто өзіміздегі бар нәрсеге шүкіршілік, типа оған да рахмет деген сияқты рахмет айтуды ұмытпайық. Себебі басқа адамдарға сен өмірін как сказка бір ертегі сияқты болып көрінуі мүмкін ғой. Сол үшін барға шүкір, барға қанағат, ал жоқ нәрсе ол алдыңызда келеді деген сөз. Сол үшін менде бүгін сонда бір күшті бір настроениеде отырмын. Осындай нәрсе сіздерге айтқым келіп кеткен бар. Өзім ішімде сезініп жатқан нәрсені сіздерге айтқым келіп, осылай бір бөліскім келгені бар. Сол үшін өмірден адам кетсе, сіздер қайғырып, жылап, сықтамаңыздар. Оның бәрі Құдайдың сіздерге бір жоспары бар деген сөз. Соны ұмытпаңыздар. Ана все, что не делаете, все к лучшему дейді ғой. Сол нәрсеге сенейік бәріміз. Сол үшін күліп, ойнап жүргенге не жетсін, бақытты болыңыздар, өздеріңіз, андай не обязательно қасыңызда бір жігіт болмаса, басқа адам бар кезінде бақытты болу. Өзіңізбен өзіңіз бақытты болып өмір сүріңіз. Всем удачи. Ал сөз шығып жатыр. Қазір бір 5-10 минутта шығып қалған. Ой. Ал? Қазір. Ужас. Кеше ғана как раз пылесос алған едім. Қазір енді соны көрейікші. Мақтап айтып кеткен болады. Енді мынау жұмысқан білесіздер ғой, кетіріп кішкене қиындау екен. Көреген қазір алып келем. Ал мінекей осы пылесос қой кеше алғаным, енді соны қазір көргім келіп тұр, қалай жуады екен. Енді естідім то, что полды да жуа береді, клем бәрі сүріп тазалайды екен. Енді өзіме де қызық болып тұр, еще ол өз-өзін жуып тазалайды екен. Енді мен сияқты кішкене еріншектеу болған ғой деп қоясың. Прям таң қалып тұрғаным, ана жұмыртқаның сарысымен бірге қалай бар солай бітіп сорып алды өзіне ше. Прям сразу кетіріп тастады. Өзім шок болып тұр, шынымен де күшті мықты екен. Қайырлы күн, қалайсыздар? Негізі көбісі менің алдымда арық сататын шай туралы сұрап кетті ғой бәрі. Ол міне тұр мына жақта. Әлі тұр. Сонымен көбісі продажа ашасыз ба, неге ол туралы айтпай кеттіңіз деп. Негізінде продажа әлі ешкімге ашқан жоқпын, себебі кішкене қолым босамай жүргені бар. Негізі ол туралы информацияны, шай туралы информация айтып кеткен болатынмын. Енді жаңадан қосып жатқан жандар болса стористі енді көріп бастағандар болса, қазір кішкене келесі сториста толықтай шай туралы айтып кететін боламын. Бұл шай арықтататын шай біздің Қазақстанда мүлдем жоқ. Гуанчжоу қаласында кеңінен тараған, өздері жақсы ішеді екен бұл шайды. Енді мен сол өзіме бір заказ беріп көрейін дедім, бір аз ғана кажется, там 50 шақты кажется тек қана. И бір аптада келеді екен, потому что енді Қытайдан келген зат көбісі кешігіп қалады, келмей қалады деген сияқты. Соны көрейінші деп, енді қолымда тұрған товар бұл. Қолда тұрған зат, енді бұл сертификаты бар, кәдімгідей зияны жоқ, шөппен, гүлден жасалған шай. Енді бұны бірақтан ішкен кезінде бұны болмайды, сразу айта салайын, екі қалады, және де емізулі аналарға болмайды, қалған қыздарға бола береді. Ол сразу айтып кетейін. Енді қазір астына сілтеме қалдырып кетемін, WhatsApp. Сонда өтіп, толық ақпарат алсаңыздар болады. Сол жақта сіздерге толық түсіндіретін болады. Қанша курс ішу керек, кімге қанша килограмм артайтынға, қанша тастау керек, қанша алу керек деген сияқты бағасы бәрі сол жақта жазылған. Өте қолжетімді бағада болады, кстати.
Қайырлы күн, баршаңызға қалайсыздар? Не болып кетті? Бәрі сұрақ қойып жатыр ғой, не болып жатыр деген сияқты. Білмеймін енді. Соңғы кездесу деген сияқты әңгіме болып жатыр екен. Мен жалпы өзім ұнатпаймын соңғы кездесу дегенді. Либо кездесу нормально болу керек, либо вообще болмай-ақ қою керек. Соңғы деген сөзді адам ойына алса, мынау қазір мен барам, сол соңғы кездесу болады деген ой болса, онда лучше болмай-ақ қойған дұрыс деген сияқты ғой. Мәнде мағынасы да болмайтын сияқты. Білмейміз енді, көреміз уақыт өте келе не болатынын. Ал енді сіздер көрдіңіздер ғой, бағанағы жерге түскен жұмыртқаның өзін қалай жинап тап-таза жуып қойды. Енді мен мына жақта біздің балалар ойбой, прям кілемнің бәрін шашып тастапты. Енді осыны тексеріп көргім келіп тұр. Кілемді қаншалық тазалайды екен, қазір қосып көрейін. Мына жақта еще орысша сөйлейді екен. Режимдары бар, мына қараңыздар, мына жақта уже бұл сорат деген сөз, мынау дезинфекция дейді, мынау уже влажный, бағана қол жуытып қой. Сондай кеттік. Мен шынымен де шок болып тұрмын, себебі кілемді де прям күшті тазалайды екен. Еще мына өзі сені өзі бүйтіп жүргізіп жатқан сияқты, сен бүйтіп күшіңді сал, әуре болмайсың. Қыздар күш жұмсамай, үйде рахаттанып, үйлеріңізді тазалағаныңыз келсе, я вам советую, потому что мынау деген қараңыздаршы, өзі әкетіп жатыр ғой ішін. Мен сияқты уборка көп жасағанды ұнатпайтын қыз келіншектерге, сол үшін қыздар советую. Уже тап-таза қылды ғой. Ал достар, дәл осы Біз магазинге баратырмыз осылай. Мансұр, үйреніп алыпсың ғой сен. Қан берші, мен айдап көрейінші. Мен түсірші, мен айдап көрейінші. Түсір мен. Мына жақтан түсірші мен. Мына жақтан түсір. Демейсің ба артымда? Жарайды. Екен, мынау мен де көтереді екен жақсы. Рахмет жанына. Кеттік мороженое аламыз ба? Жүр. Жақта көп мороженое бар екен. Жақта көп екен. Қандай мороженое аласың, Мансұр? Көрсет, ұнайтын. Алайық. Сен Асылхан? Мен көбі жақсы көремін ғой. Қандай? Көбі жақсы көремін. Сен лөт алмай қош болың, басқасын ше? Үлкені. Мынандай ше мен? Сонда жемейсің ба? Қап-қара. Или соны ал, көр өзің. Соны алдың, сондай алдыңдар ма? Соны аласың ба? Сен мынаны алдың, тәтелеріне бір аласың ба? Я, түсінемін, бәріңіз күтіп отырсыздар, қайдасыңдар, не кезбей жатсыңдар. Но хотя, по факту, мен уже күтіп отырғаным ол кісіні 1,5 сағаттай болды. Бірақ әлі келмеді. Қасымнан гүл алып алдым енді. Все-таки жақсы болып қоштасамыз деп ойлағам ғой. Походу, әпшеміз келмейтін сияқты ма деп қоямын енді. Онда кесе берейін ба деп ойлап отырмын. Қалай ойлайсыздар дейді, до конца күтейін ба, до конца жер. Прям тас қараңғы болғанша күтейін ба. Білмеймін енді. Мына гүл енді өзіме қатты ұнап жатыр. Мен, короче, кішкене айналып шетті, кішкене айналып көрейін деп жатырмын. Если бір адам болатын болса, бір қуантқым келіп кететін білесіздер ғой, сол кісіге бір подарок етіп жіберейін ба деп жатырмын енді. Сол. Қазір көрейін.